Көтер аласың ба? Әкем, мен көтерейін ба? Мен көтермейді. Енді шешесінің есі шығады. Кім қызы? Опай, не чем его таскали? Өзің көтересің ба? Жаным. На сенікі ма? Шешесі сияқты ақ көңіл дүниесін бәрін таратады. Главный өзіне ақ қалады. Не ұнайтынын білемін ғой мен әдеміге, сондай ма? Жібермей қойды, аэропортта тастамай қойды. Көп кішкентай болып, мына дәу аюды көтеріп алған ғой, менің өзім арс-арс етіп зорға көтеріп келсем. Айбет па? Seni son жақсы көремін. Мен енді үйленуге ұсыныс жасаймын. Жауабымда бірдеңе де бар ғой. Әдісі болмайды. Қашына берсін. Өтірік оқамай ба? Халыққа жауап берші, маған емес. Халық енді біледі ғой, енді жауапкершілікті алып отырғаннан кейін. Жауапкершілік екеумізге де міндеттеледі деп ойлаймын, сондықтан екеуміз бірге жауап беруіміз керек. Себебі екеуміз бір адамбыз. Бесіндегі тойға келесіздер ме сонда тағы? Алматыда бұдан да үлкен той жасаймыз ба? Жарайды сол той үшін. Алам деп тұрғанда істей болайын. 999 проба. Сіздер бірақ ұйықтап қалмаған шығарсыздар, жаңа билеп жүрген өзіңіздер ғой. Барлықтарыңыз сіздерге бүгін біздің Жұңғой елінен келген бір аудан, аймақ, әрбір ауданнан Шинжаңның Микрофон қатты жақын ұстап тұр, сол үшін. дүкен ашатын миллионер, енді осы жақтың теңгесін айта алмаймын, дұрыс түсініңіздер. Алматы қаласы, Алматы қаласы. Мықты әр аудан, әр аймақтан жалпысы осы жерде өз жетістікке жетіп, дәл сіздерді білмеймін, біз нөлден бастағандар. Нөлден бастап осы миллионға дейінгі жеткендер. Сол үшін алғысымыз шексіз деп Ерсай ханымды сағынып келгендер. Алды автокөлікпен бүткіл өздерінің командасы бар. Мына қыздардың өзіміздің Шинжаңда бүткіл командалары бар. Солардан әр біреуі уәкілет болып қана келгендер. Ыңғай миллионер ғаналары келді. Кішкентай дамып жатқан, әлі талпынып жатқан, әлі құлшынып жатқан, байы жолына түсіп жатқан, отбасының бар жағдайын шешіп жатқан, адалет маңдай терімен жүгіріп жатқан отбасы ошақ қасындағы қазақтың қарагөз қыздары сіздердің алдарыңызда тұрған. Сіздерден құрмет болса, Ерсай ханымға бердім, шапалақ болсын. Қыздар, жалпы Ерсай компаниясындағы қыздар, мен сендерге қысқаша нұсқа таныстыра кетейін. Бұл жақтан келіп отырған 30-дан асқан қыздарымыз бүткіл біздің Қытайдағы Ерсай компаниясының жаңағы мықты қыздары. Бұлар 10 неше миллионмен тіркелген ең басында. 10 неше миллионмен тіркеліп өз алдына дүкенін ашып, тағы командаларын құрып кеткендер. Біреуінің командасында 1000-нан асады адам. Біреуінің командасындағы Жаннан деген қызымыз бар, Санжы деген жер бар бізде, Санжы ауданының қазақтар тұратын. Жаңағы 20 миллионның көлігін мінген. Одан кейін мінекей. Бұның ішінде тағы бар. Міне Гүлбақ, Алтай, жоқ Тарбағатай. Тарбағатай аймағына тән. Бұлардың командасы өзі 10 мыңнан асып кете ма? Көп. Бүтін Тарбағатайдан істейтін. Бұл қызда 20 миллион теңгенің жаңағы көлігі мінген қыз. Солай. Тағы кім бар еді? Алтайдағы бір қыз бар еді, ол келе алмай қалды. Қалған қыздарымызда бүткіл компанияның игілігіне ие болған,
алда саяхатқа да ие болған, жалпы Қытайдағы жағдайды бәрін білетін миллионер қыздар. Бұлардың саудасы өте керемет. Мәлике тәте бар, үй алған. Біздің компаниядан ақша тауып, ары қарай бізбе көмектесіп, солай үй алған қыздар. Осылай мықты қыздар. Бұларға қарайтын болсаңыздар, бұлар жалмауызша жұмыс жасайды, білесіздер. Да бар, ол жақта да өсек айтады, бұл жақта да өсек айтады. Бұлар өсектің бәрін қайтысаған қыздар, өте мықты қыздар. Солай ары қарай, алды қарай жұмыс жасаған, әмлақта әрбір аудан бойынша сол аудандағы мықты атағы шыққан қыздар осылар. Барлығы бұларды көреді, тесенеді. Бұлар мықты дейді, бұлар керемет дейді, бұлар Ерсайдың қыздары дейді. Сондай мықты қыздарымыз бұл жерге босқа ергіп келіп отырған жоқ қыздар. Арнайы Қазақстанда компаниямыздың ашылған себебінен осы жерге келіп отырған жай бар. Бірінші құттықтап, екінші осы қазақ еліндегі Ерсай компаниясындағы осы қыздарды көрейік. Бұл қыздар қандай екен, біз қалай екенбіз деп, яғни кәсіпкер деген әр қашан бәсекелеседі. Естеріңізде болсын. Әр қашан бір-бірінен жаңағы озу үшін жарысады. Сондықтан бұлар арнайы сіздерге келіп отыр, көруге, танысуға, байқап келуге келіп отырған жай бар. Тағы туылған күнімде бір жағы сағынып келіп отырған жай бар, шындығын айтсам. Сондықтан бұлар белді осындай мықты қыздарымыз. Өздеріңізге таныстырып қоямын. Қазір Қазақстанның қыздарын да таныстыратын боламыз. Ал енді бұл қыздарымызға сонау алыстан, Қытайдан алыс көрмей келгендігі үшін осы қыздарымыздың әрбіріне Ерсай компаниясының өзінің логоменен жасалған алтын алқа беріледі. Әрқайсысына Ерсай компаниясының атынан алтын алқа. Именной арнайы Ерсай компаниясы логомен қабыл алыңыздар. Ендеше бір естелікке суретке түсуге шақырам. Болды ғой, қалғанын тоқтатып шығармыз.